Сөз депутат Перуашев Азат Тұрлыбекұлына беріледі. Рахмет. Айгүл Сайфуллақызы, қолдаймыз, өте дұрыс бастама. Бірақ сол жайында бірнеше сұрақтарым бар. Біріншіден, осы дәрежелерді, осы ордендердің нақтылаған кезінде қандай критерийлер бойынша осы аталған біздің азаматтарымыз, ағаларымыздың осы дәрежелерді бекіткен екен. Мысалы, Сағдат ағамызды бәріміз сыйлаймыз. Біздің енді замандастарымыз ғой. Кезінде қатынасқанымызда, кездескенімізде ол ағамыздың беделі ешкім көмекке келтірмейді. Бірақ сонда да, мысалы, Бауыржан Момышұлы атамыздың орны бөлек меніңше. Рахимжан Қошқарбаевтың орны бөлек. Сол үшін, мысалы, осы дәрежелерді қойған кезінде бір тарихи зерттеу болды ма? Олардың рөлін, олардың тарихи орны, әсіресе біздің қарулы күштерімізді ұйымдастырған кезінде ерекше зерттелді ме? Жоқ па? Бір, екінші сұрағымыз. Біз қазір, мысалы, осы бастаманы қабылдап, өте дұрыс тағды айтып отырмын, бастама қолдауға даярмыз. Бірақ сонымен қатар соңғы бірнеше баяндамаларда президент Тоқаев біздің тарихымыздың көне заманнан бастауымыз керек деп, мысалы, нақтылық айтқандай, Алтын Орда заманынан, Жошы ханның заманынан бастауымыз керек деп айтып жүр. Сонда да еліміздің бірнеше батырларымыз бар болатын ғой. Қабанбай, Бөгенбай, Райымбек аталарымыз сияқты, Есет батыр сияқты. Келесі, жалпы, менімше, қазіргі осы бастамамен шектелмей, келешекте де осы батырларымыздың аттарына да арнап, мүмкін бір наградаларды жасауымыз керек болады шығар. Және де үшінші мәселе, қазіргі кезде мәселе тек қана әскери наградалар жөнінде. Ал мемлекет құру деген бұл тек соғыс емес. Мемлекет құру деген үлкен азаматтықта ерлік болу керек. Сонда осы өзіміздің тәуелсіз республикамыздың нығайтуына ерекше үлес қосқан, мысалы, Алаш ардагерлердің орны бөлек, Қонаев атамыздың орны бөлек, басқа да аталған да аталмаған батырларымыздың рөлін ұмытпауымыз қажет сияқты. Сол үшін қазіргі сіздің бастамаңызды тек қана үлкен жұмыстың тарихи әділдікті дәлелдеу сияқты қабылдап отырмыз. Бірақ сонымен қатар оның жалғастыру керек деп санаймын. Ары қарай да бұндай бастамалар бола ма? Сіз оны жоспарлап отырсыз ба, жоқ па деген сұрағым. Рахмет. Көп рахмет, Азат Тұрлыбекұлы. Сізбен әбден келісемін. Бұл үлкен бір үрдістің, әділеттілікті орнататын үрдістің басы ғана деп ойлаймын. Сондықтан біздің ерлеріміз, біздің батырларымыз көп. Сондықтан әрине бұл процесс жалғасын табады деп ойлаймын. Неге бұл үш кісі таңдалды деген сұрағыңызға, бұны енді біздің президентіміздің өзі ұсынған болатын, осы үш аттық. Сондықтан тек қана қозғамай, ол тапсырма берген болатын. Сол тапсырманы орындау үшін біз осы үш дәрежені, осы үш батырымыздың атын Айбын орденінің үш дәрежесіне беруге бастамашылық еттік. Жалғасы болады деп ойлаймын. Ал мына мемлекетімізді құруға үлесін қосқан Алаш ордалықтар немесе Қонаев сияқты тұлғалардың, әрине көне батырлардың енді батырлар ол бір бөлек, мына мемлекетімізді құруға үлесін қосқан кісілердің, оларды енді біз тек қана біздің комитетіміз емес, барлық депутаттар біз талқылап, талдап сұнуымыз керек деп ойлаймын. Жақсы, өте орынды.